Осы демалыста кім қайда барып демалады? Өз отбасымызбен бірге Дубайға барамыз. Теңіз, пляж, адуши демаламыз. Мені де алып кетіңдер. Ең қиын каникул ұлдарда шығар. Ең қиын каникул бізде шығар. Ауылға демалысқа жібереді бізді. Сосын ауылда тым жақсы тұрған қораны бұзып, орнына дәл сондай қора салғызды ғой. Дубайға қарағанда ауыл ыстыққа, таза ауа, құрт пен әженің айраны. Дубайға барман дейсіз одан. Сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіз бе? Отыра беріңдер. Жандос ағай, сіздің сабағыңыз ба? Жоқ, Дана апайдың сабағы. Жақсы. Балалар, бүгін біздің мектепте олимпиада өтеді. Басқа мектептен қыздар келеді. Сондықтан жігіттер, тәртібімізді дұрыстап көрсетейік. Жарай ма? Тәртіптен бөлек қыздарды сындырды көрсетсе қалай болады? Мұнан қара, бірінші үй жұмысыңды орындап алсай, қатесіз. Шынымен, әлгі күнге дейін үй тапсырмасын мамаңмен жасайсың ғой. Не болды, қызғанып қалдым ба? Солай болып тұр ғой, басқа мектептің қыздар дегесін. Уайымдамаңдар қыздар, біз бәріңе жетеміз. Таусылып қалмаш, Хақназар. Қойыңдар болды. Сендерге бір нәрсені бастап берсе болды, Кешіріңіз апай, жарайды, түсіндік. Үзілісте тып-тыныш шуламай жүріңдер. Жарай ма, жігіттер? Жақсы. Жақсы болыңыз. Аға енді дұрыс па олардікі? Келмей жатып, көрмей жатып, басқа қыздарды ойлап жүр. Все-таки қызғанасыңдар, Ағай, қызғанамыз ғой. Просто ұлдардың көзінше айтсақ, олар өзінше болып кетеді. Келіп қайтадан кетіп қалатын қыздарға сонша қызығы. Біз мысалы всегда қастарында жүреміз ғой, әлі бірге оқимыз. Қыздар бар ғой. Мүмкін қызғанатындарыңды айтарсыңдар. Жоқ. Ай, қыздар. Кішкентай кезінен бастап осындай болады екен ғой, Я сол мен жіберді ғой апай, мына екеуіне қарап жүресің деп. Жүрмен нянька бол. Құдай сабыр берсін. Қалай мына рубашка? Сиқыр ма? Күнде киіп жүрген рубашкаң ғой? Осы біздің қыздар шынымен де қызғанатын сияқты біз. Қызғанатына жігіт емессің ғой. Балдар, менің өмірлік мақсатым басында бантигі бар. Енді түсіндім Хақназарды. Неге басқа мектептен қыздар салысқа алады? Неге екенін білмеймін, бірақ болай өсінші. Өтіп кетсек болады ма? Өтпей тұрып қала берсеңдер де болады. Олар маған күлді, значит жақсы көреді. Олар саған прикол ұстап күлді тұр. Бәрібір, әйтеуір күлді ғой. Кетті ғой қыздар, қарасаңдаршы. Иә, алдында тамақтары тұрған, ұмытып кеткен сияқты ғой. Тамақты не істейді дейсің? Көздермен тамақтанып жатыр ғой. Дәм демес қой қарап отқан тамақтар. Мош танысармыз, қашан қосыла қарап отыра береміз? Мұндай сұлу қыздарға бірінші бар екенімізді білдіртіп алайық та. Дұрыс айтасың, сол үшін олармен байланысқа түсу керек. Идеяларым бар ма, жайдан жай барсақ шошытып алармыз. Мыналарын осылай қарап отыра береді ма бізге тесіліп? Мән бермей отыра беріңдер қыздар. Біздің мектепке де жаңада оқушылар келсе, дәл осылай отырады қолдарымыз. Енді тап осылай отырмайтын шығар. Бір түрлі мектеп, бір түрлі оқушылар. Олимпиада бітіп тезірек қайтсақ екен. Қыздар да бізді жақтырмай отырған сияқты.
осылай қарап отыра бересіңдер ма? Түсінбедік. Таныспайсыңдар ма қыздармен? Олар сендерді күтіп отыр ғой, келеді ма деп. Шын ба? Біздің ма? Солай айтты ма? Я, солай айтты. Тормыздар. Тамақтанып болыңдар ма? Жүріңдер, шығайықшы асханадан. Че там, Ромеолар? Қалай болып жатыр? Келді ма қыздар? Келді, жүрегімізге қадалды, орын алды. Ойбой, бастарымен кетіп қапсыңдар ғой. Бірінші жақ жасауға ұялып жүрміз, ағай. Жалғанда енді, қалай общение бастарыңыз білмей жүрміз просто. Енді пісімләде бастасаңдаршы, көмектеседі ғой. Ағай, опытыңыз бар, көмектессеңізші. Енді менің опытым дышыдан сабақ беру ғой, қыздарды қаратудан емес. Ой, ағай, тормызбын десеңізші сразу, өзіміз бірден ойлап табамыз. Енді мен деген... Кімсіз сонымен, ағай? Короче, балалар былай. Бізге басқа мектептен қыздар келді. Солай ғой? Енді соларға мектебімізді көрсетпейсіңдер ме? Таныстырып, ішін, сыртын көрсетіп. Красавчик, ағай. Енді мен жай адам емеспін ғой. Кіммін? Красавчик. Стиль таза Қызылорда. Негізі ағайдың идеясы жақсы, бірақ нені көрсетеміз? Спортзалды көрсетейік. Как раз өзім бросогымды көрсетем. Жақсы идея. Так, асхананы көрдік. Кабинеттермен таныстырайық. Мектептің тарихын айтып беріңдер. Қыздар ақылды балаларды жақсы көреді ғой. Үлкен фойедегі мектеп жетістіктерін көрсетіңдер. Тоқтаңдаршы, неше көмек беріп жатсыңдар? Қызғанып отыр едіңдер ғой? Сенің қай жеріңді қызғанайық? Керек емессіңдер бізге. Тек сол қыздармен араласқандарың бізге жақсы. Жазып алдыңдар ма нені көрсету керек екенін? Басқа көмек қажет емес шығар. Бәрін айтып бердік қой. Рахмет, қыздар, бұл жақсылықтан ешқашан ұмытпаймыз. Әрине ұмытпайсыңдар. Қыздар, Олимпиада біткен соң бір жерге барып қайтпадық па? Орын алмай қалсақ, сонда да бара береміз бе? Қалайсыңдар, қыздар? Біздің мектепке қош келдіңдер. Рахмет, қош көрдік. Бір нәрсе керек па? Ештеңе керек емес, жай сендерді мектеп таныстырамыз ба деген ойымыз бар еді. Ниеттеріне рахмет әрине. Бірақ сендерді танымаймыз да ғой. Тем более бізге Олимпиадаға дайындалу керек. Көп уақыттарында алмайды. Біздің мектепте қонақтарды сыйлауды бірінші кезекке қояды. Екінші кезекте олармен жақынырақ танысу. Сәлем қыздар. Сәлем, не болып қалды? Не болды? Ұлдарың мен қыздарыма қараған соң көңіл күйлерің түсіп қалды ма? Оларды ойлап жүрген біз жоқ. Өздерің біліңдер, айтайын дегенім ғой. Мен сендермен жақтасамын. Ана екеуі сендердің ұлдарың тәртіп алғысы келіп жүр. Вот сатқындар. Хақназдар не деп жатыр еді? Бросогымды көрсетемін деді ма? Я, көрек тобы қай жерге үйдің шатын. Көбірек жағайша, олар келем дегенше кеуіп кетпесін. Так, мне көп жақтым, мұнадан кейін доппен екеуі айырылмас дос болады. Жүріңдер қыздар, спортзалдан бастайық. Жарайды, бірақ тез көп шығайық. Я, тез-тез әрі қызықты болады. Жүріңдер. Енді Жандос ағай, сен мықтысың ғой. Қазір бар ғой, ана жерге доп салылмасам, онда бүгін мен түскі асқа ештеңе ішпеймін. Маған не болған?
кілейлеп қойған ба? Мынау біздің спорт зал. Кең әрі жайлы. Не бол? Мынау біздің мұғаліміміз ғой, Жандос ағай. Дене шынықтырудан топ мұғалім. Саламатсыздар ма, балалар? Саламатсыздар. Олимпиадаға келген қыздар ғой, Иә. Че там сындырып алдыңдар ма? Өткенде баскетболдағы қолдарыңды сындырып алмадыңдар ма дегенім ғой. Ағай, топты берсеңізші. Қыздарға өнерімізді көрсетіп жіберейік. Енді кейін көрсетсеңдер жақсы болатын еді. Қазір доптың желі шықпапты, мен барып үрлеп келейін, жарайды, жақсы. Қыздар, жүріңдер ары қарай мектеппен таныса берейік. Ағайларың күшті билейді екен, Негізінде ең сүйікті мұғалімдеріміздің бірі Жандос ағай. Я сүйкімді екен ағайларым. Ары қарай не көрсетесіңдер? Спорт залдарын біздің мектептен де үлкен екен, күшті. Жүріңдер қыздар, сыныптарды көріп шығайық, жүріңдер. Эльнура, неге полға жағып жатсың? Енді өзің ойлансайшы, қолы кілей болған адам осы жерге қолын жуғысы келеді. Қолын жуамын деп полға жепсіп қалады. Сосын қызықтың көкесі болады. Түсіндім. Жүріңдер, кетіп қалайық. Не істеймін мен? Қалай шеше? Не болып кетті? Не бәлем мынау? Мектептің барлық жерін кілейлеп тастаған ба? Енді? Міне, мынау біздің химия кабинетіміз. Бұл жерде біз осы құрал жабдықтар арқылы әртүрлі эксперименттер мен қызықты сабақтар өтеміз. Және мынандай күшті суреттер бар. Бұл сурет қолдан салынған сурет. Вау, кабинеттерің күшті екен. Жүріңдер, басқа да кабинеттер көріп шығайық. Міне, мынау біздің мектебіміздің жетістіктері. Кім бар? Қыздар, сендер негізі қай пәннен олимпиадаға келдіңдер? Әртүрлі. Мысалы мен математикадан келдім. Есеп жақсы жарасты ма сонда? Я болады. Ендеше мен жүрегімде шеше алмай жүрген бір есеп бар еді, шешіп берші. Сендерше, қай пәннен? Химия пәнінен келдім мен олимпиадаға. Керемет, содан болар арамызда бір химияны байқап тұрған сияқтымын. Иә. Мен география пәнінен келдім олимпиадаға. Сәттілік саған. Тақ кілейді жақтық, ол жабысып көзге қалады. Бірақ те қақ назар ғана. Қалғандарымен істейміз. Мен білемін не істейтінімізді. Қалғандарының телефондарына хабарлама жіберейік. Не деп жібереміз? Біз жазсақ олар ответ бермейтін де шығар. Жандос ағай срочно спортзалға шақырып жатыр деп жазайық. Жандос ағайды да игнор қылатын сияқты ғой бұлар. Тем более оның сабағы бітті. Жандос ағай да көрінбейді, үйіне қайтып кеткен шығар. Жандос ағай керек емес бізге. Тек хабарламаға сол шақырды деп жазамыз. Ағай шақырып жатыр дейді ғой. Кетік барып келік, тағы да көмегіміз керек болып жатқан шығар. Мына осына кезде шақырып қалған айтамын да. Ағайымыз ғой, жүріңдер барып келейік. Сендер кетіп бара жатырсыңдар ма? Экскурсияларың бітті ма осымен? Қыздар, сендер күште тұрыңдар. Біз қазір келеміз. Жүріңдер, балдар.
негізі жақсы балдар сияқты артық ойлар жоқ. Алғаш кездесуде бәрі өзін солай көрсетеді. Ойбой, кездесіңіз қыздар. Олар жай мектептерін таныстырып жүр ғой. Соны айтам, не үшін келгендеріңді ұмытпаңдар. Ағай, ағай, ағай қайда? ағай, ағай қайда? ашыңдар, ағай, ашыңыз. Не болып жатыр өзі? Точно ағай шақырды ма бізді? Жігіттер смендер ма қыздарға жазып жіберген ағай шақырып жатыр деп. Шығу керек мына жерден, қыздарда ұят болды ғой, тез келеміз деп айттық. Енді не істейміз? Мә, 5 минуттан көп уақыт өтті ғой, бізді ұмытып кеткен сияқты. Соны айтам, жап-жақсы экскурсия деп бастап алып, жоғалып кеткеннес. Қыздар, қойындаршы, не істейсіңдер? Олимпиадаға келіңдер ғой, дайындалыңдар одан да. Иә, дұрыс айтасың. Еркектердің бәрі сондай жоқ болып кетуде мастер. Мә, Үнжу, өмірде талай зат көргенде айттың ғой. Бол қыздар, 5 минуттан кейін Олимпиада басталады. Жүріңдер, сумкаларымызды алып дайындалайық. Кеттік. Мектебіме жабыстым да қалдым ғой. Қолым мынау, аяғым мынау. Не істеймін мен, бағанадан бері босыма қалай келмеген не? Ұлан деген. Аяғым шешпеймін мен. Міне? Тоқта. Былай жүрсем, мектептегілер мен жын деп ойлайды ғой. Аяқ киімді шығарып алу керек, Ей, кім бар? Ашыңнан шешікті. Ашыңаш, қамалып қалдық. Ағай, Кілті қайда? білмейміз. Қазір мен онда кілтап келем. Осы жерде тұрыңдар, жақсы ма? Давай. Шүкір, біреу байқады-ау әйтеуір. Мә, қыздар, енді не істейміз? Кілей қалды ма осы бізде? Қалды, оны не істейсің? Ақнажар бұлардан бөлек жүр ғой. Ол қазір доптан қолын ажыратып, олдарды іздеп спорт залға келеді. Сол кезде есікті ашқысы келеді. Ал біз есіктің ручкасына кілей жағып қоямыз. Ақназар қайтадан жабысып қалады. Мә, қатты кетіп жатырған жоқпыз ба? Жоқ, біз екенімізді білмейді қалады. Жүріңдер, кеттік. Болды, жүрінде тез кетіп қалайық. Нұра, точно біліп қоймай ма біз екенімізді? Жоқ, кеттік. Жандос, мұнда келіңізші. Мынау не жүрсіз? Мынау не? Апай, ұзақ әңгіме. Сіздің көмегіңіз керек. Не көмек? Спорт залдың кілті бар ма? Иә. Ішінде балалар құлтам қапты. Ашып беріңізші. Құлтанған несі? Кейін айтып беремін. Иә, жүріңіз. Қазір мен аяқ киімді алайын, Аяқ киіміңіз жабысып қалған ба? Иә, кілеліп тастаған ба, жүріңіз кеттік. Ағайға шығып келеді екен. Рахмет ағай. Мына жерге қалай қамалып жүрсіңдер? Ой, қыздар ғой бізді қамап кеткен. Әй, мына есікке не болған? Не болды? Қолым жабысып қалған мына жерге. Менің ұзақ деген әңгімем де осы еді ғой. Міне? Жандос,
Мынаны тездетіп алыпсаңыз мына жерден қолымды. Болды. Қазір бір амалын табам. Алып тастаймыз, балалар кеттік. Ей, мені осылай тастап кетпейтін шығарсыңдар. Мә қыздар, Хақназар есікке жабысып қалған. Қатты көргім кеп тұр, көрейікші. Менің де қатты көргім кеп тұр. Менің де. Жүріндер кеттік. Қалай жақсы тапсырдың ба? Иә, өзің. Жақсы. Қалай тапсырып шықтыңдар қыздар? Жақсы, сенше бірінші орын бар ма? Білмеймін, бірақ сұрақтар оп-оңай болды. Асханаға барып бір нәрсе аламыз ба? Давайте барайық. Қыздар, әмияным жоқ. Сумкаңнан дұрыстап қарап көрсеңші. Қарадым, жоқ. Ұрлап кетті онда. Әлгі балалар сияқты қасымызда көп жүріп жоқ болып кетті ғой. Оларды қайдан табам енді? Оларды дышағалар шақырып алып еді ғой. Спортзалға барайық. Ұрлықшылар, жүріңдер оларды ұстап алайық. Мынау Амиян кімдікі екен? Байқамай түсіріп алған ғой біреу. Апай, біз келдік. Көріп тұрмын келгендеріңді. Мынаны алыңдар тездетіп. Апай, міне жылы сумен клейді жібітіп алсақ болады. Кел. Алматы ма? Кім жағып жүр мына клейді? Қыздар, клейді кім жаққан деп тұрмын? Мен жаққам ғой апай, бірақ әдейлеп емес, бұзылып тұрғасын жөндегім келген. Иә апай, біз бірге болғамыз. Бұзылып тұрған есікті жөндегіміз келген. Бірақ байқамай сізді жабыстырып қойыппыз. Кешіріңіз апай, енді бұлай қайталанбайды. Міне тұр ғой олар. Неге сендер үнжудің Әмиянын ұрлайсыңдар? Ұялмайсыңдар ма? Біз сендерге сеніп жүрміз ғой, басқа мектептен келіп тұрмыз. Қыздар не болып жатыр? Сіздің оқушыларыңыз біздің Әмиянымызды ұрлап кетті. Қалай? Өтірік мектепті көрсетеміз деп алдап жүрген. Мынау Амиян ба? Иә, бұл менің Әмияным. Әкеліңіз апай, мен бері жіберейін. Мына Амиянды ешкімде ұрлаған жоқ. Мен ана есіктің алдынан тауып алдым. Өзің байқамай түсіріп алғансың ғой. Бірінші біліп алмай, ешкімге жала жабушы болма, жарай ма? Кешіріңіздер, біз білмей қалыппыз. Міне ала ғой. Қыздар, енді жоғалтушы болмаңдар. Жоғалтпайды ағайын. Неге? Міне. Ол өзіме ұстап жүретін болады. Ей ба? Алло. Қош. Сонда мен әке атандым ба? Болды. Сен үшін қызайын. Рахмет сізге.
Мен әке атамды! Кейіпкерлермен бірге болып, ой бөлісіп, толғансыз сәттерді бірге өткіздік. Алда одан да қызықты оқиғалар бар. Егер де құрметті балалар, бізбен бірге киноға түскілерің келсе, дәл қазір төмендегі нөмірге жаз, кастингке қатыс, жарық синема өнер мектебі сіздерді күтеді. Келесі кездескенше.